Ассалаумағалейкум. Кешегі Алматыда жаңбырдан аман есенбіз. Страшно болды, шыны керек, қатты жауды. Пробка болды, әрең келдік үйге, содан енді оянып жатыр. И және де мен бірақ Инстаграмда болмағаныма бір аптадай болыпты, дем алдым. Менде бәрі жақсы. Күндеріңіз сәтті өтсін. Жаңалықтар өте көп. Енді жоғалмайтын боламыз. Өзі Алматының жолдары қатты кең емес. Ал бірақ қай жолға барсаң да әйтеуір бір ремонт болып жатады. И қаланың өзі пробкада, кәдімгі оқу жылы басталды, қала дегенде келіп тұр. Соның өзінде ремонт жасап жатыр ғой. Яғни бұзылған, дұрыс емес жолдарды жасап жатса мақұл ғой, түсінесің да. Дұрыс болыпты жасап жатыр деп түп-түзу істеліп тұрған жолдарды жасап жатыр ма, түсінесің. Короче, видео түсірейін деп жатсақ, қай жер жазылып кетті? Не істемедің? Білмеймін, видеоны жасап. Кеттік, ал видео түсірейік. Оған более позитивный контент болсын деп. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Кеше айтқан болатынмын, бір жақсы мәміледе қайттым деп, анандай бір жақсы көңіл күймен қайттым деп айтқан едім ғой. Оның себебі бар. Жалпы енді Ақырек екеуміз екі жаққа кеткелі, бізде андай сөйлесу, кездесу вообще мүлдем болған жоқ негізінде. Сондықтан 2 күннен бері кездесіп қалдық. Мысалға Айбек пен Эдоштың шыққан күні, және де кеше туған күні болды. Ол жерде де кездесіп қалдық. Енді ол біз кінәлі емеспіз деп ойлаймын. Ол біздің ортақ достарымыз, ортақ таныстарымыз, біздің ортамыз енді кішігірім. Бірақ менде анандай дүние болды да. Екі жаққа кеткелі, бұл адам маған ренжіп қалды екен, ішінде бірдеңке ұстап қалды екен деп мен өзім жек көремін. Адам маған ренжіп бірдеңке сақтап қалса мысалға да. Сондықтан ренжіттім кезінде қаншама сөздер болды, қаншама көз жастар болды. Енді мен шыны керек барып бір сөйлестім. Ренжісің бар ма, жоқ па? Ешқандай ренжісім жоқ. Бәрі жақсы, дым уайымдамаңыз деді. Мен соған енді разы болдым. Бір жеңілдеп қалғандай болдым. Артық ештеңке болған жоқ.